Сәлеметсіздер ме? Мен Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы Қаскен Айпара Бағдатқызы. Пәніміз нормативті қазақ тілі. Бірінші дәрісіміз фонетиканың зерттеу нысаны, дыбыс, әріп, алфавит, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Тіл дыбыстары жүйелі әрі күрделі құбылыс. Өйткені әр дыбысқа тән басты үш ерекшелік қасиет болады. Бірі дыбыстың акустикалық, яғни физикалық ерекшелігі. Екіншісі дыбыстың физиологиялық, яғни биологиялық ерекшелігі. Бұл үш ерекшелік әр дыбысқа тән, әр дыбысқа бірдей, әр дыбысты айтқанда, қолданғанда бір уақытта болатын қасиеттер. Фонетика ғылым ретінде жалпы фонетика, жеке фонетика болып бөлінеді. Жалпы фонетика тіл білімінің бір саласы ретінде адамның сөйлеу аппаратының қағидаларын белгілейді. Жалпы фонетика ғылымның басқа салаларымен, мысалы акустика, физиология және психологиямен тығыз байланысты болады. Жеке фонетика белгілі бір тілдің дыбыстық құрамын, ондағы дыбыс сандарын зерттейді. Ол зерттеу мақсатына қарай төрт салаға бөлінеді, яғни сипаттама, синхрониялық немесе статикалық фонетика, тарихи, диахрониялық, салыстырмалы фонетика және салғастырмалы фонетика. Фонетиканың пәні зерттеу объектісі. Фонетика тереңдетіп қарастыратын болсақ, грек тілінен дыбыстық, дауыстық деген мағынаны білдіреді. Тілдің дыбыстық жағын зерттейтін тіл білімінің саласы. Фонетика дыбыстардың жасалым артикуляциялық, айтылым акустикалық, естілім белгілерін зерттейді. Фонетика жалпы және жеке болып екіге бөлінеді. Яғни жоғарыда сіздерге айтып өттік. Тоқталатын болсақ, тағы да жалпы фонетика дүниежүзі тілдеріне ортақ дыбыстардың құрамы мен жүйесін, мысалы, барлық тілдерде дауыстылар мен дауыссыздар бар. Жасалым барлық тілдерде тіл алды, тіл арты, еріндік, тағы да басқалай. Айтылым барлық тілдерде қатаң, ұяң, үнді белгілерін анықтайды. Сөйтіп дыбыстардың әмбебап кестелерін жасайды. Тілге ортақ дыбыс құбылыстарының сырын ашады, интонацияға қатысты ортақ жайттарға да тоқталады. Жеке фонетика болса, белгілі бір тілге ғана тән дыбыс құбылыстарын зерттейді. Мысалы, тілдердегі дауысты, дауыссыз дыбыстардың саны бірдей емес. Ұқсас дыбыстардың жасалу тәсілі мен жасалу орнында да өзгешеліктер болады. Жеке фонетиканың міндеті белгілі бір тілге ғана тән бірегей дыбыс құбылыстарын сипаттап беру. Фонетика сипаттама және тарихи болып бөлінеді деп айтып өттік. Сипаттама фонетика дегеніміз дыбыс жүйесінің белгілі бір кезеңге ғана тән құбылысын көрсетсе, тарихи фонетика дыбыс жүйесінің даму жолын бағамдайды. Фонетикада эксперимент әдістері кеңінен қолданылады. Дыбыстың жасалымын көрсету үшін рентген қондырғысы мен палеотограф, айтылымын айқындау үшін спектрограф пен интонограф пайдаланылады. Осындай электрондық құрал жабдықтардың көмегімен дәл және көрнекі дыбыс үлгілерін алуға болады. Фонетиканың қолданбалы бағытта да жазуды жетілдіріп, икемді ережелер жасауға тікелей қатысы бар. Дыбыстарды дұрыс айтып дағдылануға, тілдің мүкісін жоюға септігін тигізеді. Сондықтан да фонетиканың жетістіктері орфографияда, тіл мәдениеті мен оқыту әдістемесінде, логопедия мен байланыс жүйесінде кеңінен пайдаланылады. Сөйлеу мүшелері дауысты, дауыссыз дыбыстар, буын, сөз просодиясы, интонация. Интонация латынның көтеріңкі айту, сөйлеудің ырғақтық әуендік жағы, графика, яғни жазу, белгілі бір тілдің жазу жүйесі, алфавит, грек әліппесінің алғашқы екі әрпі, альфа мен бета, белгілі бір тәртіппен орналасқан әріптердің жиынтығы. Транскрипция, латынның қайта жазу, бір тілдің дыбыстық құрамын екінші тілде қайта жазу. Транслитерация, латынның арқылы және әріп деген сөздері әріптің құрамын қайта жазу. Орфография, гректің дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы, орфоэпия, дұрыс айту ереже жиынтығы, ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм кіреді.
Сонымен фонетиканың негізгі құрамына тіл дыбысы, буын, екпін, интонация, графика, алфавит, транскрипция, транслитерация, орфография, орфоэпия, ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм жатады. Жоғарыда бөлінісін айтып өттік. Яғни өздеріңізге жоғарыда айтып өткендей, синхрониялық белгісі бір тілдің дыбыстық жүйесінің түрлі кезеңдегі қалыптасуымен зерттеу тілдің белгілі бір дәуірдегі дыбыстық жүйесін сипаттауға арналған. Бұл синхрониялық тарихи қалыптасу мен даму жүйесін қарастырады. Салыстырмалы белгілі бір тілдердің дыбыстық жүйелерін бір дәуірде қатар қойып қарастырады. Туыс тілдердің дыбыстық жүйесінің қалыптасуы мен дамуын тарихи салыстырма және де дыбыстық құрылымын зерттеудің арнаулы техникалық аспаптар арқылы жүзеге асыруды экспериментті фонетика әдісі деп атаймыз. Тіл дыбыстарының жасалуы. Дыбыс болу үшін үш түрлі шарт керек. Оның бірінші, дыбысты жасайтын дене. Екіншісі, оны қозғалысқа келтіретін күш. Үшіншісі, ауа толқырлық кеңістік болуы керек. Тіл дыбыстарын жасайтын дене, сөйлеу мүшелері, оларды қозғалысқа келтіретін күш, өкпеден шығатын ауа толқырлық кеңістік, көмей, тамақ, мұрын және ауыз қуыстары. Яғни тіл дыбыстарының жасалуы, яғни артикуляциясы мен акустикасы және фонологиясы болып табылады, яғни айтылуы, естілуі, жасалуы. Тіл дыбыстарының пайда болуының алғы шарттарымен сәйкес фонетика артикуляциялық, акустикалық, фонология деген салаларға жіктеледі. Тіл дыбысының үш табиғи қасиеті бар. Олар жасалуы, айтылуы, естілуі. Осыған байланысты тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің фонетика тармағы іштей тіл дыбыстарының артикуляциясы, фонологиясы, акустикасы деген түрлерге бөлінеді. Тіл дыбыстарының артикуляциясы дегеніміз тіл дыбыстарының физиологиялық қасиеті. Акустикасы дегеніміз тіл дыбыстарының физикалық қасиеті. Фонологиясы дегеніміз тіл дыбыстарының мелодикалық қасиеті. Дыбыс жасаудағы сөйлеу мүшелерінің қызметі. Тіл дыбыстарын жасайтын сөйлеу органдары немесе дыбыстау аппараттары, яғни артикуляциялық база. Артикуляция дегеніміз сөйлеу мүшелерінің тіл дыбыстарын жасаудағы қызметі, сөйлеу мүшелері, сөйлеу органдары, дыбыстау аппараттары, артикуляциялық база деген адам организмінің тіл дыбыстарын жасауға және қабылдауға ықшамдалған, дағдыланған бөлігі. Оларға орталық жүйке жүйесі, есту, көру органдары, тыныстау аппараттары, мұрын жолы, көмей немесе тамақ, ауыз қуыстары жатады. Сөйлеу мүшелерінің тіл дыбыстарын жасау процесі үш кезеңге бөлінеді. Белгілі бір дыбысты жасауға бейімдеу, яғни экскурсия, дыбысты жасау кезінде кідіріс, қалып, дыбысты жасап болып бастапқы қалпына қайту, рекурсия. Тіл дыбыстарын жасау сөйлеу органдарының жаратылысына, табиғатына тән туа пайда болатын биологиялық қасиет емес. Олардың ұзақ мерзім бойы қалыптасқан, қоршаған ортадан, қоғамдық өмірден үйренетін әлеуметтік процесс. Оған адам баласының туа сала сөйлемейтіні дәлел. Артикуляциялық база құрамына кіретін мүшелердің дыбыс жасауда атқаратын қызметі әртүрлі. Оның ең бастысы тыныстау аппараттары. Бұған кеуде қуысы, өкпе, кеңірдек жатады. Кеуде қуысы ауаның өкпеге кіріп шығып, тұруына қосалқы әсер етсе, өкпе көмейдегі, ауыз қуысындағы дыбыс жасауға қатысатын мүшелерді қимыл қозғалысқа келтіретін ауаның кеңірдек арқылы кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Ауаның өкпеден шығуы экспирация, кіруі инспирация деп аталады. Дыбыс жасайтын ауаны дем алатын ауадан айыру үшін фонациялық ауа деп атаймыз. Дем алатын ауаның қалыпты жағдайдағы кіріп шығу жылдамдығы өзара тең болғанмен, сөйлеу процесінде фонациялық ауаның сыртқа шығуы баяу да ішке кіруі жылдам. Фонациялық ауа кеңірдек арқылы кіріп шығатын болғандықтан, кеңірдек сөйлеу мүшелерінің қатарына жатады. Кейде ол тыныс жолы деп те аталады. Негізі тыныс алу органдары кеңірдек ешқандай дыбыс жасамайды. Дегенімен бұларсыз дыбыс жасалмайды. Дыбыс көмей, мұрын жолында, ауыз қуысында жасалады.
Көмей. Тыныс жолының ауыз қуысында таяу біткен кеңейген жері. Көмей бір-бірімен бұлшық еттер арқылы байланысып тұрған қозғалмалы шеміршектерден, сіңіреттерден тұрады. Тыныс жолының ауыз қуысына біткен ұшындағы жұтқыншақ қозғалмалы шеміршектің бірі. Жұтқыншақтың астыңғы тұсында тыныс жолының ауызға кірер ұшында ерінге ұқсас екі бүршік болады. Бұл дауыс шымылдығы немесе желбезек. Дауыс шымылдығы өкпеден келетін ауа жолының көлденең орналасқан. Желбезек бірде жиырылып, бірде керіліп тұратын қозғалғыш мүше. Дыбыс, үн, желбезек керіліп тұрғанда ғана пайда болады. Фонациялық ауа желбезектің мұндай қалпында дірілдеткіштік, яғни резонаторлық рөл атқарады. Желбезек қалпының дыбыстық сипатын домбыра құлағының бұрауымен салыстыруға болады. Екі желбезектің ортасы дауыс түтігі деп аталады. Тіл дыбыстарының жасалуының алғашқы этапы, дәлірек айтқанда дауысты, дауыссыз болуы дауыс түтігінен басталады. Таңдайдың көмегімен ұштасып тілшікпен аяқталатын жерін таңдай шымылдығы немесе жұмсақ таңдай деп атаймыз. Таңдай шымылдығы төмен түсіп, тілдің артқы шетіне жабысса, ауа мұрын жолы арқылы шығып, мұрын жолды ың дыбыстары жасалады. Жұмсақ таңдай жоғары көтеріліп тұрса, мұрын жолы жабылады да фонациялық ауа ауыз арқылы шығады. Ерін, таңдай, тіл, тіс және астыңғы жақ, яғни иек, ауыз қуысындағы дыбыстау мүшесіне жатады. Ауыз қуысындағы дыбыстау мүшелерінің артикуляциялық сипатына жеке-жеке тоқталмас бұрын, біріншіден, дыбыстардың дауысты және дауыссыз болуы ауыз қуысында толық айқындалатынын, екіншіден, дауыссыз дыбыстар ауыз қуысындағы дыбыстау мүшелерінің бір-біріне жуысынан жасалса, дауысты дыбыстардың ауыз қуысындағы дыбыстау мүшелерінің қалпының құбылуынан ғана жасалатын ерекшелеген жөн. Ерін тіл дыбыстарын жасаудағы белсенді мүшелердің бірі. Еріннің алға қарай сүйірленуінен у, о, дауысты дыбыстары екі еріннің бір-біріне нақ жабысуына немесе әлсіз жабысуынан п, б, м дауыссыз дыбыстардың төменгі еріннің күрек тістермен әлсіз жуысынан в, ф дауыссыздары пайда болады. Таңдай үш бөліктен тұрады. Күрек тістің түбіндегі дөңес бөлігі таңдай алды, бұдан жоғары жері таңдай ортасының артқы етегінен бастап кішкене тілге дейін таңдай арты деп аталады. Таңдай қозғалмайтын мүше болғандықтан өздігінен дыбыс жасай алмайды. Дыбыс жасауға тек тілдің жуысуы немесе жабысуы арқылы қатысады. Тіс те таңдай сияқты артикуляциялық жағынан алғанда пассив мүше. Тіс тіл мен ерінге тіл дыбыстарын жасауда көмекші қызмет атқарады. Үнді ауаны үнемдеп реттеп тұрады. Өмірде алдыңғы тістері жоқ адамның сөздерінің бұзылуынан тістің артикуляциялық базадағы өзіндік орнын байқауға болады. Тіл сөйлеу мүшелерінің ішіндегі ең актив мүше. Адамдардың қарым-қатынас жасау, ойын жарыққа шығару құралының тіл деп аталуының да себебі осыдан болар. Тіл алды, тіл ортасы, тіл арты деген бөліктерден тұрады. Дауысты дыбыстардың тілдің қатысына қарай жуан, яғни а, о, тіл арт арқылы, жіңішке тіл алды, тіл ұшы арқылы деп жіктеледі. Тіл қатысына қарай дауыссыздарда тіл алды, т, д, с, ш, н, л, ш, ж, ц, тіл ортасы к, ш, ж, г, тіл арты ғ, қ, х деп бөлінеді. Сөйлеу органдарының актив мүшелерінің бірі жақ, яғни астыңғы жақ. Астыңғы жақта тіс, астыңғы ерін, тіл орналасқан. Фонациялық ауаның ауыз қуысына кіріп шығуы жоғары төмен қозғалу арқылы ашық қысаң болуын қамтамасыз етеді. Тіл дыбыстарын жасайтын сөйлеу органдарының актив және пассив мүшелері болып бөлінеді.
Актив мүшелер дегеніміз түрлі қимыл қозғалыстар жасауға бейімделген фонациялық ауа ағысының жолында түрлі пішіндегі тосқауылдар жасайтын қозғалғыш органдар. Актив мүшелерге дыбыс желбезегі, кішкентай тіл, жұмсақ таңдай, тіл, ерін, астыңғы иек жатады. Пассив мүшелер дегеніміз қимыл қозғалысқа бейімі жоқ, дыбыс жасауға актив мүшелердің жуысуы немесе жабысуы арқылы қатысатын денелер. Пассив мүшелерге тіс, қатты таңдай және жоғарғы жақ жатады. Әлемдегі тілдер артикуляциялық базасы сөйлем мүшелерінің актив-пассивтілігімен дыбыс жасауға қатыспауымен де ерекшеленеді. Мәселен, т дауыссыз дыбысы ағылшын тілінде тіл ұшының күрек тістің түп етіне жуысу арқылы, орыс тілінде тілдің ұшы күрек тістің түп етіне жайылыңқырай барып жабысу арқылы жасалады. К дауыссыз дыбысының неміс, қазақ тілдеріне айтылуы әр басқа. Дыбысының орыс, қазақ тілдерінде жасалу ерекшеліктері бар. Зерттеушілердің пікірінше, орыс тілінің артикуляциялық базасына тілше желбезек арқылы жасалған дыбыстар тән емес. Сонымен қатар, бұл тілде ерін, жұмсақ таңдайдың артикуляциялық рөлі шамалы. Бұдан шығатын қорытынды тіл дыбыстары артикуляциясында ұлттық сипат ерекшелік болады деген сөз. Тілдің артикуляциялық базасының тарихи эволюциясының тілдің тууы, пайда болуы, дамуына байланысты. Тіл дыбыстарының акустикалық қасиеті. Есту мүшесі арқылы қабылданатын дыбыстардың дыбыстық үндік сапасын, яғни физикалық ерекшелігін акустика ілімі зерттейді. Акустика гректің естілу деген сөзінен жасалған термин. Тіл дыбыстарының акустикасы дегеніміз дыбыстардың фонациялық ауа мен артикуляциялық база арқылы жасалған дыбыстың есту органы арқылы қабылдануының түрлі сипаттары. Дыбыс жоғарылығы немесе жиілігі, яғни дыбыс желбезегінің 1 секунд ішіндегі тербелісі неміс физигі герцтің атымен қысқартылған. Яғни ГЦ деген өлшеммен өлшенеді. Адам құлағы 16-дан 20.000 герцқа дейін қабылдай алады. Дыбыс желбезегі секундына 40-тан 1700-ге дейін тербеліс жасай алады. Өмірде адам даусының диапазоны әлдеқайда төмен. Төменгі тондағы бас дауыс 80 герц, ең жоғары тондағы сопрано 1300 герц. Сөйлеу процесіндегі орташа диапазон әйелдерде 130-340 герц, ер адамдарда 85-200 герц аралығы болады. Тілдің дыбыстық жүйесі баяу өзгеретін сала. Сол өзгерістердің бірі ұрпақ пен ұрпақтың ауысу дәуіріндегі болатын ауытқу. Ауытқу екі түрлі болады. Алдыңғы ұрпақ тілінде өзара жақын болғанымен бір-бірінің елеулі өзгешеліктері бар екі дыбысты кейінгі ұрпақтың біріктіріп бір-ақ дыбыс ретінде қолдануы тіл білімінде конвергенция деп аталады. Алдыңғы ұрпақ тілінде бір дыбыс немесе бір дыбыстың варианттарын кейінгі ұрпақ екі дербес дыбыс ретінде қолдануы дивергенция деп аталады. Тіл дыбысының акустикалық ерекшеліктері дыбыстаушы дененің негізінен дыбыс желбезегінің қозғалысына байланысты. Дыбысты дене қозғалысы белгілі бір уақыт ішінде біркелкі болса, сазды үн болады да, дыбыстаушы дене қозғалысы белгілі бір уақыт ішіндегі қозғалысы құбылмалы болса, салдыр пайда болады. Тіл дыбыстарының дауыссыз, үнді, үнсіз, қатаң, яң болып бөлінуі осымен байланысты. Акустика дыбыстың дыбыс күші, дыбыс ырғағы, дыбыс созылыңқылығы, дыбыстың әуені деген 4 белгісін ажыратады. Дыбыстың акустикалық қасиетін зерттеу, анықтау ісінде кимограф, осциллограф, спектрограф деген арнаулы құралдар пайдаланылады. Кимограф көмей, ауыз қуысы және мұрын қуыстарының дыбыс жасаудағы артикуляцияларын арнаулы лентаға түсіреді. Осциллограф дыбыс толқындарын микрофон арқылы электр тогының толқынына айналдырып жазады. Спектрограф ауа толқынының микрофон арқылы электр толқынына айналдырады да дыбыстың акустикалық құрамын, құрылысын көрсетеді. Фонема
Фонема гректің дыбыс, үн деген сөзден шыққан. Сөздің мағынасы және тұлғасын түрлендіре алатын, әрі қарай бөлінбейтін тілдегі ең кіші айтылым бірлік. Оны жазу тілінде белгілейтін шартты белгі әріп деп аталады. Дыбысты айтамыз, естиміз, ал әріпті жазамыз және көреміз. Әріп жазуда дыбысты белгілейтін шартты таңба. Қазіргі кезде қалыптасқан көзқарас бойынша ал, ол, іл сөздеріндегі а, о, дауыстылары сөздің мағынасын түрлендіріп тұрады. Сондықтан да олар дауысты фонема болып, ал ат, ас, ақ, аң сөздеріндегі т, с, қ, ң дыбыстары дауыссыз фонема болып есептеледі. Фонемалардың бір-бірімен алмастырғанда сөздің мағынасы өзгереді және ол дауыстылар жасалым тұрғысынан әрі қарай бөлшектеуге келмейді. Фонеманың айтылым белгілері оның сөздегі орнына, көрші дыбыстардың әсеріне, сөйлеу қарқынына, фонетикалық шарттарға байланысты болады. Мысалы, тіс, тыс, тіз, төс, тос деген сөздердегі т және с дыбыстары жуан еріндік, жіңішке еріндік, жуан езулік, жіңішке езулік болып төрт түрлі дыбысталады. Дыбыстардың осындай түрлері аллофон деп аталады. Яғни олар бір фонеманың әртүрлі аллофондары болып есептеледі. Соңғы жылдары үндестік заңы, яғни сингармонизм теориясының нәтижесінде қазақ тілінде фонема жоқ деген пікір пайда болды. Оның орнына буын көлеміндегі сингема деген термин ұсынып жүр. Бұл қайшылықтан шығудың өзге де жолдарын ұсынып жүрген ғалымдар қазақ тілі үшін сингармофонема, сингармалофон деген терминдер қисынды болады деп есептейді. Яғни бұл белгілі бір ғалымдардың көзқарасы. Тек қана келесі тіл дыбыстарының дауысты және дауыссыз болып бөлінуі. Тіл дыбыстары жасалу, айтылу, естілу ерекшелігіне қарай дауысты, дауыссыз дыбыс болып бөлінеді. Дауысты дыбыс фонациялық ауа дауыстылар айтқанда кедергіге ұшырамай тосқауылсыз еркін шығады. Дауыс күші әлсіз болады, өйткені ауаға ешқандай күш түспейді. Дауысты дыбыстар таза үннен жасалады. Белгілі бір дыбыстау мүшесінің жуысуынан, жабысуынан емес, пішіндерін қуылту арқылы жасалады. Тілдердің басым көпшілігінде буын құрай алатын дыбыстар болып есептеледі. Дауысты дыбыстар лингвистикалық әдебиеттерде вокализм деп аталады. Дауысты дыбыстардың артикуляциясы жақтың, тілдің, еріннің қатысына қарай бөлінеді. Қазақ тілінде 9 жалаң дауысты дыбыс бар, яғни монофтонг бар. Олар көрсетіліп тұр экранда. Дауыссыз дыбыстар айтқанда фонологиялық ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстар дауыссыз дыбыс деп аталады. Дауыссыз дыбыстарда дауыс болмайды. Олар үн мен салдырдың немесе тек салдырдың тұрады. Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына, айтылуына, жасалу мен жасалу орнына қарай шектеледі. Үн мен салдырдың қатысына қарай дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді. Айтылу, яғни жасалу тәсіліне қарай шұғыл және ызың болып бөлінеді. Шұғыл дыбыстар экранда бізде көрсетілген, ызың дыбыстарда дәл солай көрсетілген. Жасалу орнына дыбыстау мүшелерінің қатысына қарай дауыссыздар төмендегіше 8 топқа жіктеледі. Ерін дауыссыздары Б, П, М, У, тіс пен ерін дауыссызы, В, Ф, тіс дауыссызы, тіл ұшы дауыссызы, тіл алды дауыссызы, тіл ортасы дауыссызы, тіл арты дауыссызы, және де 8-шісі көмей дауыссызы. Келесі екпін және оның түрлері. Сөйлеу нормасына тән фонетикалық категорияның бірі екпін болып табылады. Екпін бір тілде сөйлейтін халықтың бәріне бірдей ортақ қалыптасқан құбылыс. Адам сөйлегенде сөйлем ішіндегі сөздердің буындары мен дыбыстары немесе жеке сөздері бірыңғай біркелкі айтылмайды. Бір сөз қалған сөздерге немесе сөз тіркестеріне, бір буыны басқа буындарға, бір дыбысы басқа дыбыстарға қарағанда күшті, көтеріңкі айтылып,
айқын басым айтылады. Қалған сөздердегі сөздері не буындары, не дыбыстары бәсең, кейде тіпті күңгірт айтылады. Айтылады да қалған сөздері не буындары, не дыбыстары бәсең, кейде тіпті күңгірт айтылады. Сөздің айтылуына, мағынасына, сөз ішіндегі дыбыстардың сапасына, сөйлемнің мағынасына екпіннің тигізетін әсері күшті болады. Сөз ішіндегі бір буынның басқаларға қарағанда айқынырақ ажыратылып көтеріңкі айтылуын екпін деп атаймыз. Сөйлемдегі сөздің не буынның, не дыбыстың оқшаулануына байланысты екпіннің бірнеше түрі бар. Біріншісі сөз екпіні. Сөз ішіндегі бірнеше буынның біреуі басқаларға қарағанда ерекше болып, көтеріңкі, айқын айтылуы мүмкін. Осындай көп буынды сөздің арасында бір буынның көтеріңкі айтылуын сөз екпіні дейміз. Сөз екпіні әр сөздің жеке ұғымын, сөздің бейнесін танытатын, сол өзі даралап тұрған ұғымы арқылы бір сөзбен екінші сөздің шегін бөліп, жігін ажырататын негізгі жолдың бірі. Ой екпіні, яғни логикалық екпін, сөйлем ішіндегі көңіл аударуға қажетті нақты бір сөзді бөлектеп бөліп айту сол сөзге ой екпінін түсіру болып табылады. Ой екпіні тұрақты болмайды, өйткені бір сөйлемдегі кез келген сөзге арнайы көңіл аударуы мүмкін. Логикалық екпін сөз ішіндегі дыбысқа, буынға қатысты емес, бір сөйлемдегі тұтас бір сөзге арнайы мән берумен тікелей байланысты қолданылады. Ол белгілі жағдаймен ғана байланысты болып отырады. Екі жағдайда қарама-қарсы болған кезде біз онда ертең барамыз, бүгін емес. Мәнді қарсы қойылған сөздердің біреуі ғана дауыс ырғағы арқылы ерекше бөлініп айтылуы мүмкін. Сөйлем ішіндегі күшейткіш мәні бар сөздер, күшейткіш үстеулер өте тым, тіпті әсіресе тағы да басқа белгісіздік, болымсыздық, жалпылау есімдігі, әрбір, кейбір, небір, бүкіл, барша, күллі, тегіс, ешбір, ешкім, ешқандай күшейткіш буындар арқылы жасалатын сын есімдер, қап-қара, тап-таза, үлкен, тағы басқа. Сұрау мағыналары сөздермен сол сұрауға қайтарылған жауап сөздер. Емтихан қашан басталады? Ертең басталады. Сіз мені шақырттыңыз ба? Мұнда ой екпіні пайда болады. Кейде шылаулармен ыңғайластық, талғаулықты, шекті, тежеу, сұраулық, мәнді шылаулар тіркескен мағыналы сөздер де ой екпінін қабылдап тұрады. Менде болдым сол кеште, яғни сөйлем көрсетілген. Көңіл күй эмфазалық екпін. Сөйлеушінің көтеріңкі көңіл күйін, абыржыған ішкі сезімін тыңдаушыға созылыңқы дыбыстар арқылы жеткізу тәсілі эмфазалық екпіні деп аталады. Эмфазалық екпін мен ой екпінінің арасында өзіндік ерекшеліктері бар. Ой екпіні тыңдаушының зейінін, көңілін арнайы бір сөзге аударса, эмфазалық екпін ол сөздің мағынасын эмоциялық тұрғыда толықтыра түседі. Ой екпінінде сөйлеушінің мақсаты көзделсе, эмфазалық екпінде оның тікелей сезімі айтылады. Эмфазалық екпін сөйлем ішінде бір сөздің белгілі бір дыбысын ерекше көтеріп, құбылту арқылы жасалады. Мысалы, қуаныш, ілтипат, қанағат сезімдер көбінесе сөз ішіндегі дауысты дыбысқа екпін түсіріп көтеру арқылы айтылса, ал реніш, кею, қынжылу, ашу, қиналу сезімдері дауыссыз дыбыстың азды-көпті созылыңқы немесе кілт қысқартылып айтылуынан байқалады. Лебізді немесе динамикалық екпін. Сөз ішіндегі буынның біреуі басқа буындардан айрықша күшті айтылуы мүмкін. Екпіннің мұндай түрі лебізді немесе динамикалық екпін деп аталады. Лебізді екпін фонациялық ауаның қарқыны буынның күшімен байланысты болады да, басқа буындардың ішінде бір буынның айрықша көтеріңкі айтылуына негізделеді. Тілдердің көпшілігі лебізді екпін тобына жатады. Бұл топқа қазақ және басқа түркі тілдері де кіреді. Қазақ, орыс тілдері сөз екпіні жағынан лебізді екпінді тілдер қатарына жатқанымен, сөз ішінде екпін түскен дауысты дыбыстың ерекшелігіне қарай олардың сөз екпіні тең деуге болмайды. Өйткені қазақтың байырғы сөздерінде тек қана қорқу, қуануды білдіретін сөздер болмаса, екпін түскен дауысты фонема басқа дауыстылармен салыстырғанда айтарлықтай ерекшеленіп, күшейтіліп естілмейді.
аздап қана көтеріңкі айтылады. Мысалы, балаларымыз деген сөздерде барлық дауыстылар біркелкі естіліп, тек соңғы буындардағы дауыстылар ғана біраз созылыңқырап, ашықтау айтылып тұр. Екпін түскен дауыстың осындай сапасымен байланысты қазақ тілінің сөз екпіні бәсең, лебізді болып есептеледі. Үнді музыкалық, яғни тоникалық екпін бірнеше буынның ішінен бір буын айтылу тонының ырғағы арқылы ерекшеленіп, дауыс шымылдығының дірілінің жиілеуіне негізделеді. Екпіннің мұндай түрі тоникалық немесе үнді екпіні деп аталады. Таза үнді екпіні бар топқа жататын серб, литва тілдерінде екпін түскен дауысты үннің созылыңқы түрленген әуені мен қарқыны қосылып күшейе түседі. Қытай, Корей, Доңған, Жапон тілдерінде үннің немесе дауыстың екпін түскен буын арқылы не жоғары, не төмен, немесе қарқынды құбылып қолданылуы сөз мағынасын саралап өзгертіп отырады. Тіркес екпіні комплекстік екпін. Тілімізде кейде белгілі бір сөз тіркесі немесе түгел сөз шумағы бір ғана екпінге ие болуы мүмкін. Нақтылай айтсақ, акцентуациялық комплекс жасалады. Яғни екпіннің мұндай түрі комплекстік немесе ритмикалық синтагма екпін деп аталады. Мысалы, мектеп білім бұлағы, еріншектің ертеңі бітпес, тағы да басқа. Мұндағы сөздер айтылуда қатар тізбектеле топталып, күрделенген бір ғана ұғымды білдіргендіктен, сөздердің аражігі ажыратылмай, түйдегімен бір ғана екпінге ие болып тұр. Қазақ тілінде мағыналық грамматикалық топ құрып айрықша комплекске түсетін мынадай сөз топтары бар. Олар қос сөздер, әке-шеше, ағайын-туыс, ыдыс-аяқ, мая-мая, тау-тау, мағыналы сөзбен шылау сөздер, сен үшін, сен ғой, өзіңше, оқу мен тәрбие, күрделі сөздер, сарыарқа, алатау, торат, қаракөк, еңбек ет, ән сал, сәлемде, жалғаусыз тіркескен анықтауышпен анықталатын сөздер, оқыған азамат, сауатты студент, сусыз жер, Мұқанов көшесі, Арал теңізі, тағы да басқа. Пысықтауыш пен баяндауыш, әрең жүрді, кеш қайттық, жақсы оқиды, ұзақ тыңдады. Идиомаланған сөздер, сөз байласты, жүрек жалғау, қас пен көздің арасында, ит өлген жер. Жалғаусыз тура толықтауыш пен баяндауыш, сәлем айтты, ән тыңдады, сурет сал, балық аулады, тағы басқа. Тіркес екпіні сөйлемдегі сөздерді іріктеп, мағыналы топқа бөліп, күрделенген ойдың мазмұнын жеңілдетіп, тез түсінуге мүмкіндік жасайды. Тіркес екпінге енетін әрбір жеке бағыныңқы сөз негізі өз сөздік екпіннен айырылып қалады. Осымен байланысты комплекс құрамына енген сөздер жеке сөздік екпіндерінен айырылып түйдегімен айтылады. Көмекші екпін. Қазақ тіліндегі екпін басқа түркі тілдеріндегі екпін сияқты сөздің көбінесе соңғы буынына түсетін белгілі, екі немесе үш буынды сөздің немесе көп буынды сөздің бір буыны негізгі екпінге ие болады да, қалған буындарына ешқандай екпін түспейді. Негізгі екпін көбінесе сөздің соңғы буынына түсіп отырады. Мысалға, сөздер көрсетілген экранда. Ал көп буынды, кемінде 4 буынды сөзде негізгі екпіннен бөлек көмекші екпін пайда болады. Негізгі екпін соңғы буынға түседі де, көмекші екпін негізгі түбірдің соңғы буынына түседі. Қазақ тіліндегі көп буынды сөз қосымша арқылы жасалатындықтан негізгі екпін қосымша болады да, көмекші екпін негізгі түбірде болады. Мысалы, экранда көрсетілген сөйлеудегі фонетикалық өзгерістер. Сөйлеудегі фонетикалық өзгерістер үшке бөлінеді. Олар позициялық шектік алмасу, комбинаторлық игерулі өзгеріс, спонтандық игерусіз немесе тарихи өзгеріс. Позициялық алмасулар, яғни шектік алмасу, протеза, сөздің бас бөлігіндегі өзгеріске алмасуға ұшырауы, яғни рас, рет, лақ деген эпентеза құбылысы, сөздің ортаңғы бөлігінің өзгеріске ұшырауы, трактор, транспорт, немесе екі дауыстың арасында дауысының естілуі.
Ипитеза сөздің соңғы бөлігінің өзгеріске ұшырауы орыс тілінен орыс тілі арқылы енген сөздерде кездеседі. Омскі, факт, факты, редукция. Кей буындардағы дауысты дыбысына екпін түспегендіктен көмескіленуі редукция дейміз, яғни сандық, сапалық болып бөлінеді. Сандық редукция өзгеріс екпін түспеген дауыстының көмескіленіп, бірақ өзгермей айтылуы. Сөздер берілген, мысалы, сапалы редукция өзгеріс екпін түспеген дауысының көмескіленіп, дауысының көмескіленіп қана емес, тіптен өзгерілуі. Элиза қатар келген екі дауысының бірінің түсіп қалуы. Яғни Сарыарқа сөзі мына жерде көрсетілген. Сарыарқа, Қожа Ахмет, тағы да басқа. Комбинаторлық, яғни егерулі өзгеріс, аккомодация, яғни ұқсату, дауысының дауыссызға немесе керісінше өзіне ұқсатып алуы. Мысалға, шәй, жәй, жайна, шаш сөздерінде ж, и, ш тіл алды фонемалары тіл арты дауысты аны тіл алды әге айналдырып тұр. Яғни шәй, жәй, жайна, шәш сөздері күнделікті біз қолданатын. Спонтандық өзгеріс, спонтандық, яғни тарихи өзгеріс, метатеза құбылысы, сөз құрамындағы дыбыстардың орын ауысуы, өкпе, яғни өпке, қақпан, қапқан, таңба, тамға. Тілдегі буындар дыбыстарға, яғни фонемаларға бөлінеді. Фонема қай тілде болмасын сөздер мен морфемалардың ажырату үшін жұмсалады. Сөйтіп, фонема сөздерді тілдегі ұғымдарды мағына жағынан бір-бірін ажыратуда негізгі қызмет атқарады. Сонымен тілдің жеке мағыналы сөздерін, сөз бөлшектерін жасауға қажетті артикуляциясы жағынан тұрақталған арнаулы дыбыстық элементтердің жүйесін фонема деп атайды. Фонема тілдің дыбыстық құрылысының әрі қарай бөлшектеуге келмейтін ең кішкене мағыналы бөлшегі болғандықтан, жеке сөздің қосымшаның бірін екіншісінен мағына жағынан ажыратып, саралап бөлуге негізгі үлес қосады. Мысалдар көрсетілген. Біз сіздермен екпінді қарастырдық. Буын туралы, буынды айтатын болсақ, сөз айтылғанда тұтас бірден айтыла алмайды. Сөздердің айтылуында ауа толқыны үзіліп шығады. Бір сөздің ішінде ауа толқынына негізделген бірнеше бөлшек бола береді. Сөздің бір дауысының немесе дауысты мен дауыссыздың бөлшектеніп айтылуы буын деп аталады. Яғни, буын деп атаймыз. Сөздің буынға бөлінуі дауысты дыбысқа байланысты. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Өйткені дауысты дыбыс қана буын жасайды. Дауыссыз дыбыс буын жасай алмайды, ол дауысты дыбыспен бірге буын құрамына кіреді. Сонымен буын дегеніміз фонациялық ауаның кілт үзілуінің не кедергіге ұшырауының нәтижесінде пайда болатын жеке дауысты дыбыс немесе дыбыстар тобы. Буынның түрлері, қазақ тіл білімінде буын түрлері жөнінде Жұбанов, Кеңесбаев, Сауранбаев пікірлері бар. Қазіргі кезде мектеп бағдарламасында буын түрлері Кеңесбаевтың жіктеуіне негізделген. Ал қазақ грамматикасында буынның тек екі түрі көрсетіледі. Буын жеке дауыстыдан және дауыссыз дыбыстардың тіркесінен жасалатын болғандықтан, оның құрамы үнемі бір қалыпты болмайды. Буын құрамының түрліше болуына байланысты буынның қазақ тілінде үш түрі бар. Олар ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын тек дауыстыдан ғана болған, немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталған буынды ашық буын деп атаймыз. Тұйық буын дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталған буынды тұйық буын деп атаймыз. Бітеу буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталған, екі жағынан дауыссызбен қоршалған, дауыстысы бар буынды бітеу буын деп атаймыз. Екпін туралы сіздермен біз жоғарыда қарастырып өттік. Енді жеке тоқталып
Орфография туралы айтатын болсақ, орфография өздеріңізге таныс, білесіздер. Жазба тілде пайдаланылатын біркелкі жазудың тарихи қалыптасқан жүйесі және біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасайтын, зерттейтін тіл білімінің саласы. Орфография тілдің белгілі бір даму кезеңіндегі жазба тілдің нормаларын айқындайды. Орфографияның қолданылатын төмендегідей принциптері бар. Ол фонетикалық принцип, морфологиялық принцип, дәстүрлік принцип. Фонетикалық принцип бойынша сөз айтылуындай жазылады, яғни әрбір әріп фонеманы емес, дыбысты білдіреді. Морфологиялық принцип сөздің морфологиялық құрамын ескеріп, сөзбен қосымша құрамында болатын дыбыс алмасуларды елемей бастапқы қалпын сақтап жазу. Дәстүрлі принцип сөздің бір кезде жазылып қалыптасқан дәстүрге айналған түрін сақтап жазу. Орфоэпия ережелері тілдегі сөздер мен сөз тіркестерін әдеби тіл нормасына сай неғұрлым бірізді, дұрыс айтуды қамтиды. Бұл жеке дыбыстың дыбыстар тіркестерінің айтылу ерекшеліктерімен, дыбыстардың үндестігімен тығыз байланысты. Орфоэпиялық норманы дұрыс меңгеру үшін тілдегі әрбір дыбыстың акустика, артикуляциялық белгі қасиеттерін қолданудағы ерекшеліктерін жақсы білу керек. Транскрипция туралы біз жоғарыда айтып өттік. Нақтылап айтатын болсақ, фонетикалық транскрипция не үшін қолданылады? Дыбыс пен оның таңбасы сөздің жазылуы мен айтылуы үнемі бір-біріне сәйкес келе бермейді. Бұлардың арасындағы осы сәйкессіздікті барынша азайтып, дыбыстық тілді мүмкіндігінше дәл беру үшін лингвистикада арнайы жазу, транскрипция қолданылады. Мысалға, қиын, жиын, иес, тиін, тағы да басқа. Графика ауызекі сөйлеу тілінің дыбыстық жағын, оның ерекшеліктерінің барлығын тегіс қамти алмайды. Мұндай қызмет транскрипция ғана атқара алады. Транскрипцияның жазуда мынадай айырмашылықтары бар. Жазуда сөздердің дыбыстық жағымен бірге олардың әртүрлі байланыстар да ескеріліп есепке алынады. Ал транскрипцияда сөздің дыбыстық жағына ғана назар аударылады. Транскрипция үшін сөздің этимологиялық, морфологиялық байланыстарының ешбір мәні жоқ. Графика сөздің дыбысталуын әрқашан дәлме-дәл көрсете бермейді. Ал транскрипцияның негізгі қызметі сөздің дыбыстық немесе фонемалық құрамын дәлме-дәл көрсету. Бір әріп ыңғайына қарай әртүрлі фонемаларды белгілесе, ал транскрипциялық таңбада бір ғана мағынаға ие болады. Бұл фонема жазуда әртүрлі әріптермен таңбалануы мүмкін, ал транскрипцияда ол әрқашан бір ғана таңбамен белгіленеді. Транскрипцияның екі түрі бар. Ол фонематикалық немесе фонемалық транскрипция. Фонетикалық транскрипция, фонематикалық немесе фонемалық транскрипцияда бір фонеманың алуан түрлі аллофондары, бір дыбыстың айтылуындағы ауытқу өзгерістері бірақ таңбамен беріледі де, фонетикалық транскрипцияда әртүрлі аллофондар ескеріледі. Оның алғашқысы дыбысты сол арқылы сөзді айтылуына жуықтатуды, екіншісінде дәл беруді мақсат етеді. Қазақ тілінің жазуы негізінен фонемаға негізделген жазу. Қазіргі практикалық жазуымызда қолданып жүрген экранда көрсетілген әріптеріміз фонематикалық транскрипцияда өзгеріске ұшырамай, өз бейнесін үнемі сақтап тұрады деуге болады. Ал қалған әріптер сөз ішінде бірде дыбыс, бірде әріп қана болып тұрады. Мысалы, оған жаңағындай мысал сөздер көрсетілген. Бұл жерде өлең, өнер, өзен, түлек, жүрек сөздеріндегі е дыбысы фонеманы да белгілемейді, ол тек әріп. Сол сияқты құлын, мұрын, жұлдыз, күлкі, түлкі дегендердегі о, тек әріп. Бұлардың транскрипциясы өлең, өнер, өзен, түлек, жүрек, құлын, мұрын, жұлдыз, күлкі, түлкі сөздер. Жазудың даму сатылары.
Жазуу тууралуу гылым саласы грамматология деп аталады. Карым-катнаштын коммуникациянын эки түрү бар. Онун бири ауызча, экинчиси жазбаша. Ауызча карым-катнаштын куралы адамдын дыбыстык сүйлөү тили, жазбаша карым-катнаштын куралы жазуу. Дыбыстык сүйлөү тили карым-катнаштын негизги түрү, куралы болгону менен уну үнөмө пайдалануу мүмкүн да эмес, яғни тиимдүү да эмес. Сондуктан да адам баласы коммуникациянын жазбаша түрүн кажеттиликтен ойлоп тапкан. Ауызча коммуникациядан жазбаша коммуникациянын бир нече артыкчылыгы бар. Биринчиси, ауызча коммуникация ситуациялык гана, узак убакытка алыс кеңистикке жете бермейди. Көлөмдүү жана күрделүү информацияларды эсте сактай берүү мүмкүн эмес. Жазуудун колдонула баштабы жөнүндө зерттөөчүлөр арасында жазуудун шығуун диндин тууралуу менен мемлекеттин пайда болуу менен байланыштырушулук бар. Дин менен байланыштырылуунун төркүнү элди наным-сенимге убагыздау, ыйландыруу, жазуу аркылуу гана иске асатындыгы, мемлекеттик курулуму менен байланыштырылуунун себеби саясий өкмөттүн халыкты башкаруу кужаттары менен заң эрежелеринин жазуу аркылуу гана таралатындыгы, бир акыйкатты жазуудун әуелде таңба иретинде ру тайпалардын адет-ғұрып, салт-дастур, наным-сенимдерин баштап алады. Жазуу адамзаттын убакыт менен кеңистикти ийгерүүнө, билим-тажрыйбелерди урпактан урпакка жеткизүүнө негиз болду. Адам және қоғам өмірінің әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени құрылысын ұйымдастырудың құралы. Жазудың даму жолдары және типтері. Заттық жазу. Заттық жазу дегеніміз хабарды, яғни информацияны белгілі бір заттар арқылы беру. Ең көне заттық жазуға индейцтардың вампум, раквина, яғни кипу жазулар, одан соң австралиялықтардың жазушы таяқшасы, перуліктердің кипу, тоқыма жазу, немістердің барлық жазулары жатады. Мәселен, Геродоттың жазуынша, сақтар еліне басып кірген Дарий патшаға сақтар құс, тышқан, бақа және 5 шебені қалқанға салып жіберіпті. Оның мәнісі аспанда құс, суда бақа, жер астында тышқан секілді жасырына алмасаңдар, біздің жебенің астында қалып, қалқан үстінде қайтасыңдар деген екен. Немесе кейбір халықтарда жауласқан өшіккен үйіне отты хат, яғни пышақ не соғыс жарақтарын іліп кетуі әлде бар көрінеді. Яғни болған дейік, вампум белгікше жіптен тоқылып, өріліп оған түрлі түске боялған шығыршықтар ілінеді. Информация мазмұнынан шығыршық түстері айқындайды. Австралиялықтардың жазушы таяқшасының мәні ағаш таяқшаға жазушының жеткізгісі келген информациясы бедер түрінде белгіленген. Перулік кипу жазуында ағаш шыбықтары немесе жіптермен зерттеушілердің айтуына қарағанда заңдар, хроникалар, түрлі есеп жүргізу, тіпті өлеңдер тоқып жазылатын көрінеді. Жіптер мен шыбықтардың ұзын қысқалығы, жуан жіңішкелігінің өзіндік мағына мазмұны болған. Немістердің биркалық жазулары қарыз беруші мен қарыз алушы қарыз мөлшерін ағашқа бедерлеп салады да, ағашты екеуі қақ бөліп алады. Бұл беруші мен алушының кепілдемелік заттық дәлелі болған. Сонымен қатар информация құралы болған заттардың түр-түсі де ерекше рөл атқарған. Мәселен, ақ түсті зат бейбітшіліктің, денсаулықтың, жалпы жақсылықтың нышанын білдірсе, қара түс қайғы, қасірет, өлім, жалпы жамандықтың белгісін, ал қызыл түс соғыс, қан төгістің белгісін білдірген. Қан төгістің белгісі болған. Замандар өте келе бұл негізгі түстер символдық ұғым түсінікке айналған. Суреттік
пиктографиялык жазуу. Заттык жазуу өз кезегинде адамдар катнашында маңыздуу роль аткарады. Дегенмен де барлык информацияны заттын өзүмен немесе онун ордуна колдонулатын заттар менен жеткизе берүү мүмкүн эмес. Сондуктан да кажеттүү кабарды агаш, таш, саз, мал сүйөгү менен мүйүздөрүнө безерлеп сүрөт салуу аркылуу жеткизүүгө мажбур болгон. Сүрөттүк жазуудун таңбалары пиктограмма деп аталады. Сүрөт өнөрү менен сүрөт жазуунун өзүндүк ерекшеликтери де бар. Сүрөт жазуунун максаты кабар берүү, ал сүрөт өнөрүнүн максаты адамга эстетикалык наар берүү. Сүрөт өнөрүндө бейнеленип отурган заттын түгел сулбасы, тулгасы салынса, сүрөт жазуунда салынып отурган заттын кээ бир негизги мүчөлөрү, бөлүктөрү гана бедерленет. Заттык жазууда заттын өзү болса, сүрөттүк жазууда заттын бейнеси сүрөт гана салынады. Сүрөттүк жазуу үлгүлөрү көне ру тайпалардын барлыгында дээрлик болгон. Пиктограммалар азыр әрине жазуу кызметинде колдонулмайды. Дегенмен де жол бою белгилери, значок, эмблема, герб жарнамаларында кеңинен колдонулат. Угумдук идеографиялык жазуу тарыхый өзгөрүстөр менен дамуудун нәтижесинде сүрөттө жазуулардын бейнелик белгиси биртиндеп бәсеңдеп, типти жоюлуп, шарттуу белгилерге, ягни пиктограмма, идеограммага, идеография айналат. Идеографияны логография, ягни логограмма немесе иероглифика, ягни иероглиф деп те атайды. Идеографиялык жазуунун мнемоникалык, ягни гректиче эсте сактоо өнөрү және угумдук сипаттары бар. Мнемоникалык таңбалар жүйөсү дегенimiz белгилүү кабарды, окуйганы эске сактоо, эскертүү үчүн белгилүү бир шартты заттардын сүрөт элементтеринин колдонулуу. Буга жебенин согуш жарыялоо белгиси болуу, үлкөн тас бетиндеги жогору Египет патшасынын төмөнкү Египетке жоругу тууралуу, индеецтердин АКШ өкмөтү менен келисим шарт жөнүндөгү баяндоо жатады. Эң көне идеографиялык жазуулар биздин дәврүмүзгө дейин 8000 жылдыктын Египет, Шумер, Элам, азыркы Иран кыйкыраттарындагы Фузистан менен Уристан жеринде жазуу сүрөттөрү биздин дәврүмүзгө дейин 4-5 мыңжылдыктагы Аутек, Майя, Кытай сүрөт жазуулары, идеографиялык жазуу Кытайда, одан тараган Жапонияда, Кореяда әлі күнгө дейин колдонулат. Дыбыстык фонографиялык жазуу жазуунун соңку эң дамыган сатысы фонографиялык немесе дыбыстык жазуу. Фонографиялык заттык жазуудан пиктография менен идеографиядан басты айырмачылыгы әріптер, зат, сүрөт угумдары немесе дыбыстарды, буундарды таңбалайды. Фонографиялык жазуунун буундук, силлабикалык, фонемалык, алфавиттик жазуу деген эки түрү бар. Силлабикалык жазууда негизинен сөздүн дыбыстык курамындагы дабыссыз дыбыстар гана таңбаланады. Сондуктан да силлабикалык жазуу буундук немесе дабыссыз дыбысты жазуу деп, онун әріп таңбалары силлабограмма деп аталады. Бул жүйөдөгү жазуу Оңтүстүк Чыгыс Азияда, Үндүстанда пайда болгон. Силлабикалык жазуу жүйөсү брахми, финикия, арамей алфавиттарынын бәринде бар. Азыр бул жазуу үндү, араб, жапон, корей тилдеринде колдонулат. Фонемалык алфавиттик жазууда сөздүн курамындагы дабысты да, дабыссыз да дыбыстардын барлыгы таңбаланады. Әріп таңбалар фонограмма деп аталады. Құрметті студенттер, осымен біз бүгінгі аталған нормативті қазақ тілі пәніне берілген дәрісімізді аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.